Серхио Агуэро не себепті Ибрагимовичке қатты айтып тастады. Гвардиола Барселонаға оралуға дайын екендігін айтты. Зидан жуырда жаттықтырушылық жұмысына қайтадан кірісуі мүмкін. Осы және өзге де қызыққа толы футбол жаңалықтары біздің бүгінгі шығарылымда. Алдыңғы видеодағы айтқан сұранысымыздан соң бізге жаңадан 40 жазылушы тіркелген екен. Жаңадан тіркелгендер және бізге қолдау білдіріп жатқан әрбір көрермендерімізге үлкен алғыс білдіреміз. Әдеттегідей, келесі жаңа видео шыққанға дейін 1000 лайк санын жинап тастайық. Өзіміздің тіркелушілерімізге қатысты емес, жаңа көрермендерімізден сұрайтынымыз біздің арнаға тіркелуді және қоңырау түймешесін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ендеше бастаймыз. Аргентиналық жартылай қорғаушы Анхель Ди Мария Туринді Ювентус командасының қазіргі кездегі қиын жағдайына байланысты пікірімен бөлісті. Қазір мәселелерге байланысты Ювентус қиын кезеңді бастан өткізуде. Дегенмен бұл клуб сонда да аулы болып қала береді. Мықты болып қалып, барынша тырыса беруді жалғастыру маңызды. Ал менің өзіме келетін болсақ, мен өзімнің отбасымның пікіріне сүйенемін. Ал отбасым осы жерде бақытты. Бұл Италиядағы ең үлкен және Еуропадағы аса әрі командалардың бірі. Біз осында бақыттымыз, деп жеткізген екен Ди Мария Дазынға жеткізген сұхбатында. Барселонаның жаттықтырушысы Хави Эрнандес команданың бразилиялық жартылай қорғаушысы Рафиньяға сенім артатынын айтып жеткізді. Рафинья біз үшін маңызды ойыншы, менің оған күмәнім жоқ. Мен оны Барсаның болашақ ойыншыларының бірі ретінде көремін, деп айтқан екен Хави тілші Фабрицио Романоға жеткізген сұхбатында. Осының алдында бұл футболшыға Арсенал командасы қызығуда делінген мәліметтер таралған еді. Осы маусымда каталонда клуб сапында 26 ойынға қатысқан Рафинья 4 голды соғып және 7 нәтижелі пас жасап көзге түскен. Клубпен келісім шарт мерзімі 2027 жылдың жазына дейін жарамды. Немістік шабуылшы Кай Хаверс жақын арада өзінің командасынан кетуі мүмкін. Sky Sport баспасының тілшісі Флориан Плеттенбергтің ақпаратына сүйенсек, Лондонда клуб футболшыны келесі жазда сатып жіберу нұсқасын қарастырып көруге әзір. Футболшының жеке өзі, егер маусым қорытындысы бойынша Челси Чемпиондар лигасына өтетін болса, онда командада қала беруге дайын екендігін білдірген. Аристократтық ұжым ойыншыны 60 миллион еуроға жіберуге дайын делінуде. Видеоның демеушісі OneX компаниясы 3 ақпан күні ағылшын премьер лигасы аясында Челси мен Фулхэм командалары кездеспек. Жоғары коэффициенттер және жылдам төлемдер. Промокодпен алғашқы депозитке бонус беріледі. Сілтемесі төменде. Барселона клубы жақын арада француздық шабуылшы Усман Дембелемен келісім шарттың ұзартылуы бойынша келіссөздерді бастамақ. Осы жөнінде Diario Sport баспасы мәлімдеуде. Деректерге сүйенсек, футболшының өзі каталонда команданы сапында қалғысы келеді. Сол себепті де тараптар ортақ шешімге жылдам келеді деп күтілуде. Команданың бапкері Хави Эрнандес де Дембеленің қалуын қалайды. Осы маусымда 27 кездесудің қатысушысы болған Дембеле 8 гол және 7 голдық пасты еншілеген. Каталондық клубпен келісім шарты 2024 жылдың жазына дейін жарамды. Манчестер Ситидің жаттықтырушысы Хосе Гвардиола Барселонаға қайтып оралуға дайын екендігін айтып мәлімдеді. Артетаның Арсеналмен қарым-қатынасы дәл менің Барселонамен арамыздағы қарым-қатынасымыз секілді. Мен Манчестер Ситиді жаттықтыра аламын, басқа жерде де жұмыс жасай аламын. Бірақ егер Барселона мені шақыратын болса, онда мен барамын. Бұл менің клубым, дейді Гвардиола Mundo Deportivoға жеткізген интервьюде. Осыған дейін испаниялық маман Барсаға оралуға үзілді-кесілді дайын еместігін білдіріп келген еді. 52 жастағы Пеп Гвардиола Барсаны 2008 және 2012 жылдар аралығында жаттықтырып, клубпен бірге 18 трофейді жеңіп алған. Өткен видеодағы жасырылған футболшыны дұрыс тапқан көрермендер назарларыңызда. Өнер көрсеткен клубтары бойынша келесі жасыратын футболшы мінеки. Бұл ойыншы кім? Миландық Интер клубы Ливерпульдің бразилиялық шабуылшысы Роберто Фирминоға қызығушылық танытуда, деп хабарлайды La Gazzetta dello Sport баспасы. Ақпараттар бойынша итальяндық клуб ойыншыны келесі жазғы трансферлік терезеде, оның Мерсисайдты клубпен келісім шарт аяқтаған кезде өз қатарларына қосып алуға әзір.
Айтып өтердігі, бұл жерде тек Фирминоның жалақысы кедергі мәселе болуы мүмкін. Оның ағылшында командадағы жалақысы жылына 10 миллион еуроны құрайды. Манчестер Юнайтедтің бас жаттықтырушысы Эрик Тен Хаг ағылшындық шабуылшы Маркус Решфордтың өзінің командасында қалғанын қатты қалайтынын білдірді. Бұл болуға болатындай ең үздік қолайлы жер. Себебі біз алдымен Англиядағы, содан соң Еуропадағы, кейін тіпті әлемдегі ең мықты команданы құрастырғымыз келеді. Келіссөздер жүргізіліп жатыр. Решфордтың өзі Манчестер Юнайтедтің оның өз командасы екенін, сондай-ақ осында ол өзінің ең үздік футболын көрсетіп жатқанын жақсы түсінеді. Ол жетіліп ұмтылуға барынша тырысуда. Ол біз үшін маңызды. Егер біз табысқа жеткіміз келетін болса, онда ол бізге аса қажетті ойыншылардың бірі, деген екен голландиялық маман The Guardian'ге жеткізген интервьюінде. Мадридтік Реалдың украиналық қақпашысы Андрей Лунин келесі жазда команданы сапынан кетуі мүмкін, деп хабарлайды Релево баспасы. Баспаның ақпараты бойынша, егер Карло Анчелотти клубтың бас бапкері болып қала беретін болса, онда голкипер басқа командаға кетуге мүдделі. Ағымдағы маусымда Реалдың сапында 7 кездесуге қатысқан Лунин 4 голды жіберіп алған. Патшалық клубпен келісімі 2024 жылдың жазына дейін негізделген. Француздық бапкер Зинедин Зидан алдағы жазда жаттықтырушылық жұмысына қайтадан кірісуі мүмкін. RMC Sport баспасының ақпараты бойынша Зидан тек 4 команданы тізгіндеуге дайын. Оларды атасақ Реал, Бавария, ПСЖ немесе Ювентус командалары. Айта кетсек, француздық жаттықтырушы осыған дейін өз елінің құрамасын тізгіндеуді қалаған еді. Алайда дегенмен Францияның футбол федерациясы Дидье Дешаммен 2026 жылға дейінгі су жаңа келісім шартқа отырып қойды. Аргентина құрамасының бұрынғы шабуылшысы Серхио Агуэро Миланның шабуылшысы Златан Ибрагимовичті аяусыз сынға алды. Айтып өтсек, швециялық шабуылшы осының алды Аргентина құрамасының ойыншыларын 2022 жылғы әлем чемпионатының финалынан кейінгі жасаған әрекеттеріне сыни пікірін білдірген еді. Сен айтарлықтай жауынгер футболшы болғандықтан мұндай нәрселерді сенен естіген қызық екен. Ибрагимович батыл әрі өте жақсы ойыншы. Сен өзі Гвардиоламен келіспей қалып, кейін Барселонадан кетуді талап еткен кезің есіңде ме? Өзіңнің барлық мансабың кезеңіндегі жасаған әрекеттеріңе қара. Манчестер Сити мен Манчестер Юнайтед арасындағы болған саған қарсы өткен ойын менің әлі есімде. Сен қоймай барлығымен дауласып шығып едің ғой. Сондықтан да сен басқалардың өздерінің тәртібін жаман көрсеткендері жайында айтпай-ақ қой. Сен аргентиналық ойыншылар өздерін жаман көрсетті дейсің. Бірақ сен де қаншама ойындарда өзіңді жаман көрсеткен едің ғой, деген екен Серхио Агуэро. Ал осымен біздің бүгінгі жеткізген футбол жаңалықтары топтамасы аяқталды. Лайк басу, тіркелу және қолдау көрсетулеріңіз маңызды. Ал бүгінге осы, келесіде кездескенше аман сау болыңыздар.